Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Арал қаласы нөмірі 260 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әбдіқалиева Мөлдір Дастанқызы. Бүгін сіздермен жаратылыстану пәнінен бірінші сыныптың қалай дұрыс тамақтану керек тақырыбын өтетін боламыз. Сабақтың оқу мақсаты адамның өсуі мен дамуы үшін қажеттіліктерді анықтау. Бүгінгі сабақта дұрыс тамақтану жолдарын білетін боласың. Зиянды тағам түрлерімен танысасың. Қазақ халқы асты құрметтеген. Соған байланысты көптеген мақал-мәтелдер, даналық сөздерді өскелең ұрпаққа мұра етіп қалдырған. Солардың балалар бірнешеуін еске түсіріп көрелік. Ас адамның арқауы. Ас тұрған жерде ауру да тұрмайды. Мешкей деген жақсы атақ емес. Өле жегенше бөле же. Адам тамақтанған кезде тек пайда ғана көріп қоймайды, зиян да шегеді. Дұрыс тамақтану жолдарын білген дұрыс. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырма орындайық. Оқулықтың 36 бетіндегі суретке назар аудар. Суреттегі барлық тағам түрлерін ата. Дастарханда жемістер, ет өнімдері, нан өнімдері бар. Сен олар туралы не білесің? Жарайсыздар балалар. Әрбір азық-түліктің өзіндік пайдасы мол. Келесі кезекте бейне жазбаға назар аударайық. Адам өсу үшін тамақтану қажет. Баланың дені сау болып өсу үшін дұрыс тамақтану қажет. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығына пайдалы. Әрдайым уақытылы тамақтану керек. Артық тамақ жеу денсаулыққа зиян. Асты асықпай жақсылап шайнау қажет. Адамның денсаулығына пайдалы азық-түлікті атап кететін болсақ, олар әртүрлі дақылдардан дайындаған ботқалар және сорпалар, көкөністер, жеміс-жидектер, ет, жұмыртқа, тәттілер. Ол тағамдардың адам ағзасына пайдасы. Артық тамақ жеу денсаулыққа зиян. Асты жақсылап шайнау қажет. Оқушылар, келесі суретке назар аударайық. Бұлар қандай тағамдар? Бұлар сіздердің сүйіп жейтін астарыңыз. Газдалған сусын, қуырылған картоп, тез дайындалатын бутерброд және қуырылған тауық еті. Оқушылар, бұл тағамдардың адам денсаулығына кері әсер ететінін білесіздер ме? Газдалған сусындар, тез дайындалатын тағам түрлері адамның денсаулығына зиян. Бұл тағамдардың ішінде дәрумендер жоқ. Сондықтан бұл тағамдар адамды семіздікке душар етеді. Сонымен оқушылар, ғалымдар адам ағзасына пайдалы азық-түліктерді көрсету үшін тағамдану пирамидасын ұсынды. Тағамдану пирамидасын қарастырайық. Пирамиданың ең төменгі бөлігінде нан өнімдері, макарон өнімдері. Бұл өнімдерді күнделікті өмірде қолданған дұрыс. Келесі көкөністер мен жемістер. Бұлардың ішінде дәрумендер өте көп. Одан жоғары ет пен сүт өнімдері орналасқан. Бұл өнімдер адамға күш-қуат береді. Пирамиданың ең жоғарғы сатысында майлар мен тәттілер орналасқан. Тәттілерді көп қолданбаған абзал. Ал оқушылар, өзіміз аспаз болып көрелік. Ол үшін жұмыс парағының 25-ші бетіндегі тапсырманы орындайық. 3 күнге арналған таңғы ас дайында. Бірінші күнге таңғы асқа қажетті азық-түлікті көк түспен, екінші күнге қажетті азық-түлікті жасыл түспен, ал үшінші күндікін қызыл түспен қоршап сыз. Ал оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, дұрыс тамақтану ережесін ұсынайық. Уақытылы тамақтану керек. Асты асықпай жақсылап шайнау керек. Көп мөлшерде ас жемеу қажет. Зиянды тағам түрлерін ас мәзірінде қолданбау қажет.
Бұл дұрыс тамақтану ережесін күнделікті өмірде қолданатын болсақ, деніміз сау, зейініміз ашық, көңіліміз жарқын болады. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет, сау саламатта болыңыздар.